Арада бірнеше күндер соғыспен өтті. Мені генерал күтпеген жерден өзіне шақырды. Күңгірт бұлтты күн. Желе жортып келемін. Бара жатқан жерім дұшпаннан өткен күні ғана азат етілген Васильево қыстағы. Оның алдында 3-4 шақырым жерде Соколово қыстағына бекінген жау сіресе қарсыласып, жанына жолатпай шайқасып жатқанына 2-3 күн болды. Көрші полктен келген арадағы офицер мүлдем мықты бекінісі, кірпі шешендей үрпейіп алып, маңына жолатар емес деп зар қағады. Васильево орманының алаңында қарға белдеуіне дейін көмілген орыс қыстағы. Үйлерінің қар басқан төбелерінен сорая көрінген мұржаларынан бұрқырап түтін шығып жатыр. Аттан түсіп үйге ендім. Шағындау келген бөлменің төріндегі генерал стол үстіне дастарқандай жайылған картаға шұқшия қарап, терең ойда отырғанының үстінен шықтым. Үйге енерін еніп, генералдың ойын бұзуға батпай, шығар-шықпасымды білмей тұрғанымда генерал өзіне өзі: «Қап, мына иттің тікендей қадалып тұрғанын, соқыр ішектей созылып тұрғанын нағылеттің» деп сөйлеп, мені әлі аңғармай ызаланғандай столды жұдырықтап бір соқты. «Мен бұйрығыңыз бойынша келдім, жолдас генерал» деп үн қаттым. Генерал сескендей басын жұлып алып: «А, сіз бе едіңіз? Уақытылы дұрыс келдіңіз» деп орнынан тұрып амандасты да маған орындық ұсынды. Осы 3-4 күннің ішінде майдан жағдайы генералдың жүзіне мөрін басқандай көрінді маған. Қабағы ауыр түсіп, ұйықтамағандықтан көз жиегі қызарған, түрі солғын бозарып, жүдеп қалыпты. Бетіндегі майда әжімдері тереңдей түскен. Алдындағы картасын стол шетіне сырып тастап: «Гончаров, тамақ әкелдіріңіз» деп адъютантына дауыстап, маған қарап орындыққа сәл керіле беріп, шалқайып күрсініп: «Алдымен тамақтанып алайық» дегеніне кешелі бері нәр татпаған мен еріксіз басымды изеппін. «Оныма, генерал, сіз де аш бөрінің біреуіне ұқсайсыз ғой» деп қарқ-қарқ күлді. «Я, халіміз нашар, капитан» деп күлкісін тоқтатты. «Мейлі, бұл шиеленген түйіннің де шешуін бірдеңе етіп табармыз. Қаға білсең киіз қазықта жерге кіреді дейтін немес пе еді, жолдас генерал?» дедім мен. «Дұрыс, қалауын тапса қар жанады дегенде сөз бар. Қалауын таба алмай отырмын» дей бергенінде Гончаров ас алып кіріп келіп, менімен сәлемдесті. Генерал ас үстінде жалпы жағдайды әңгіме ретінде айта отырды. Мен тыңдап отырмын. Менің астан қол тартыңқырап қалғанымды көріп: «Асты ала отырып тыңдаңыз» деп тағы да бір күрсініп, жымия күліп: «Осы соғыс басталғалы жайбарақат отырып тамақтанудан қалып кеттік. Не жеп, не ішкеніңді білмейсің. Әйтеуір алдағыны асағаның ғана есте» деп бір асам етті ала беріп, картаға мойын бұра икемделіп маған: «Бері жақындап отырыңыз» деді де білген адамға карта жердің айнасы деп бастады сөзін. Жатқан нақыс, жатқан көк, жасыл, қоңыр бояулар, көрмеген жерді карта арқылы танып, оның жол жобасын, ой шұқырын, орман даласын картадан ғана көріп отырмыз. «Я, жолдас генерал, карта білгенге сенімді жетекші деген сөз бар ғой» дедім сөзін қоштап. «Дұрыс, ал енді қараңыз жақындап, көріп тұрсыз, мына бармақтың таңбасындай қара белгі Демьянск деген қала. Мына сиырдың тіліне ұқсап сүйір созылып жатқан жасыл қаламмен жиектеле сызылған сызық жау астындағы жер, яғни дұшпанның армиясы. Біздің келген жеріміз мына осы сүйірдің сол түбі, мына тұрған қала Тарапец сүйірдің оң бүйірі. Осы екі бүйректен екі жақтай соғып, осы Н армиясын қоршап,
біздің жоғарғы командованияның ой-пікірі. Ниет көмейден екі жақтап алқымдай қысып дұшпанның армиясын қамауда қалдыру. Жалпы жағдай осылай. Мұны мен сіздің есіңізде болсын деп айтып отырмын. Екі ортада түйісетін жері мына тұрған Холм қаласы деп картадағы қара қоңыздай тарбиған бір белгіні сұқ қолымен көрсетті. Картаға үңіле қарап мен сирек жасыл жиекті баса жазылған Река Ловоть деген жазуды оқыдым. Баяғыда мектепте оқып жүргенде аталатын Ловоть дария өзені осы жерде екен ғой деген ой маған сап ете түсті. География сабағында кездескен Ловоть өзенінің бойына соғысқа келемін деген кімнің ойында бар еді бұрын. Генерал біраз ойланып отырып, алдымызда әлі көп қиыншылықтар бар деді. Холмға жеткенше кемінде 150 километр жер жатыр. Ол жер бос жер емес. Мына жыбырлап шашылып картаның бетіндегі секпілге ұқсап жатқан 80-90 қыстақтардың барлығы дұшпан қолында. Бізге олардың елін дұшпанның шеңгелінен азат етіп, жерін босатып алу міндеттеліп отыр деп тағы да тоқтаңқырап ойлап, алдымызда қалың орман, қалың қар, қатты аяз, дұшпанның оңай дұшпан емес, мықты жау, құр бопсалауға ол көне қоймас. Ол үйде сіз бен біз даладамыз. Біздің солдаттар үй панасын көрмегелі айдан асып барады. Жылы орнынан ол оңайлықпен қозғала қоймас. Генерал сол жағдайды қинала айтып отырып, кім біліпті адамзат мұндай шыдамды болады екен ғой. Кешегі қылшылдаған аязда бүткіл дивизияны үсітіп, қырып аламыз ба деп қорқып едім, деді өзіне өзі генерал. Шыдадық қой, жолдас генерал, дедім мен оған. Мұз төсеніп, қар жамылу біздің жорықтағы сыбағамыз емес пе? Ал солдаттар қалай? Несін сұрайсыз? Қалай болушы еді? Дедектеп жүгіріп жүр. Қазірінше аязға жеңдірер емес. Менің байқауымша еңсесі түсіп, көңілі жабырқай қоймас. Біразы ысылып қалды ғой. Распа деп ол кісі менің сөзімді қуана бөлді. Азаматтар, азаматтар, шыдамасқа амал қанша, ел апатқа ұшырап, ер басына күн туса деп күрсініп, соғыс, соғыс, майдан, қырғын, арпалыс, қылшылдаған аяз, қасарысқан дұшпан кімді толғантып, кімді өмірдің ой қырына шығармайды. Міне тар жағдай, қысыл таяң, шикіні пісіріп, босты ширатады деген осы болады. Дастарқан жиналды. Генерал біраз үндемей отырып, ойдың бір қырынан асып, бір тоқтамға келгендей орнынан қозғалып, икемделе беріп, ал енді сізді шақырғанымды айтайын, деп менің картамды алып алдына жайып біраз қарап отырып, қалай айтсам екен дегендей күмілжіп, желкесін қасып, солай, жолдас капитан. Солдаттарымыз шыдамды шықты дедіңіз бе деп менен тағы да сұрады. Мен таңданып, жолдас генерал, солай екен. Немісті аязға шығарып, безектете қуу оңай екен. Жоқ, жолдас генерал, әлде мені кекетіп айтып отырсыз ба, деп шамдандым. Жоқ, сізді емес, өзімді өзім кекетіп айтып отырмын. Біздің хал, біздің жағдай кім болса соның басына түсе беретін бақыт емес, деді маған бұрыла қарап. Ойлап қараңыз, ал бір қыстақты алу үшін елулеп жүздеп шығынға ұшырай берсек, қолымға барғанша неміз қалмақ. Құр қол барған бізге жақсы келіпсіңдер деп, қолымның дарбазасын кім ашады дейсіз? Алдағы азат етеміз деген қыстақтарға бет алдынан тіке шапсақ, әрине, мол шығынға душар боламыз. Сондықтан сыртын айнала соғып, бүйірден тиіп, немісті жылы орнынан қозғалтып, олармен далада ашықта жекпе-жек қар үстінде бәрімізге бірдей жағдайда
алыссақ. Бірақ мұның екінші жағдайы есіңізде болсын. Егер де Новосвиноходағыдай жаудың қашып құтылуына жол тасталса, бір жерден кеткен жау екінші қыстаққа барып, сондағы дұшпанның қолын көбейтіп, күшін молайтады. Бізден онша көп кеткен жоқ еді ғой, жолдас генерал. Сізден құтылғаны 50, басқадан құтылғаны 100, тағы басқадан кеткені 70. Міне сізге 220 деп маған қадала қарап, сіздің қолдан шығып кеткен немістер қазір Соколованың гарнизонын күшейтіп соғысып жатыр. Қашып құтылған дұшпан бір жерде болмаса, бір жерде қайта кездесіп қарсыласады. Ол есіңізде болсын. Дұшпанды итеріп тастамай, оны қоршап, қамап, қолдан келгенше құтқармау. Түсіндім, жолдас генерал. Дұрыс, мен сізді кінәлап отырғаным жоқ. Бұдан былай алдағы соғыстарда есіңізде болсын деп айтып отырмын. Командир алды артын кең ойлап, шамалап, өлшей жүруге міндетті. Біздің заманда есеп қисапсыз жүруге болмайды. Генералдың айтқан орынды ақыл сөздері, мен сізді кінәлап отырғаным жоқтан кейін, мені ет жемесем де сорпа ішкендей етіп, біраз қысып сары суымды сыртыма шығарғандай болды. Оны байқаған генерал жайдарыланып қалжың ретінде бірнеше басқа әңгімелерге айналысып отырып, сіздің полктың бет алысын бұрмақпын деді, күтпеген жерден. Ерік өзіңізде, жолдас генерал. Ерік өзімде болса бұрғым келмейді. Бұру керек шығар онда, жолдас генерал. Бұрғым келмесе де бұрмақпын. Бұрғызбасым бұрғызғалы отыр. Әр кезде ойлағандай қандай болсын, қайдан бола берсін. Бірі болмаса бірінің түбіне жетіп, ойлап болжай алмайсың. Дұшпан сырын айтса, дұшпан бола ма? Жасырынбақ жұмбақ болмаса соғыс бола ма? Кімнің кім ішіне кіріп шығыпты? Жасырынғанды тауып, жұмбақ шешіп, ой толқытып, біреудің ойындағы пікірінің терең түбіне жетіп, қазанның қаспағын қырғандай сүңгіп шығуды бізде әскери өнер, командирдің зеректігі дейді. Сіз оған түсінесіз бе деп, маған жылы жүзбен қадала қарап сұрады. Түсінемін, жолдас генерал, біздің қазақ сергек ой, ер серігі дейді. Өте дұрыс айтылған сөз, мазмұны өте терең айтылған пікір екен деп рахаттана мақұлдап, ал енді полкыңызды бір іске жұмсайын деп отырмын, бірақ маналы бері күмілжіп отырғаным, баратын жерлеріңіз шалғайлау, ашығын айту керек, күштерің де шамалы, батальоныңызға әлі артта, бүгін ертең полкты қуып жете қоймас. Санмен алмай әдіспен ал демексіз ғой, жолдас генерал. Я, менің күмілжіп отырғаным сондықтан. Генерал Чистяков басқалар сияқты бұйырамын, жарлық етемін деп даурықпай жай әңгіме ретінде сөйлеп, өзінің ішіне тартып, сырыңды біліп алып, түсінікті, мазмұнды сөздермен тапсырмаларын беріп, ойындағысын аңғартып, орындаушының да пікірін тыңдап, былай ет, былай істерсің деген ақылдарын айтып болған соң, бұйрық осылай деп аяқтап, бірақ доғаратын. Генерал жай өмірінде шапшаң, алғыр кісі. Сырын білмеген кейбір адамдар сыртқы пішініне қарап, жатқан айқай алып келмен айдап келдің генералы деп түсініп жүрді. Бірақ ол кісі тәжірибесі мол, ақылды, күрделі соғыс мәселесін кең ойлап, толғана шешетін генерал екеніне менің өзім кейіннен де бірнеше рет куә болдым. Мына полк 3 күннен бері Соколова қыстағын ала алмай жатыр. Бұл қыстақ біздің жолымыздағы бір үлкен түйін, кедергі болып отыр. Соколованы немістер болашағын ойлап, бізге қарсы шабуыл жасауына өте қажетті қыстақ болғандықтан барлық күшін салып қолдан шығармай ұстап отыр. Мына біздің 2-ші полк Соколованы жанап өтіп алға кетіп барады. Оны кейін қайтару онша дұрыс шықпайын деп отыр.
Соколова бүйірге шыққан шиқандай болып қалып тұр. Мұны бұлай тастап кетуге болмайды. Сыздайды да тұрады. Алдымыздағы барлық кедергі осы. Мұның кесепаты жалғыз біздің дивизияға ғана емес, басқаларға да тиіп отыр. Үзеңгіден тартқандай ілгері жіберер емес, деп сұқ қолымен картаны түрте көрсетіп, тағы да Соколованың батыс жағындағы Трашково деген қыстақта немістің біраз күші жатыр. Барлық жәрдем, қуат, оқ, снаряд, тамақ, киімді Соколова содан алып қоректеніп жатыр. Мұның қуат күшінің тамыры осы Трашководан Соколоваға келетін мына даңғыл жолда. Басқа жақтан еш нәрсе алатын жағдайы жоқ. Егер де біз осы жолды істен шығарсақ, Соколованың басқа жолмен алар жәрдем дәрмені жоқ. Ол үшін біз алдымен Трашковоны алуымыз қажет болар деймін. Оны алғаннан кейін Соколова кешікпей-ақ шаңырағы ортасына түсіп құлайды. Онсыз Соколованы ала алмаспыз деймін. Соколованың қақпасын ашатын кілт меніңше оның артындағы Трашковода жатыр. Соны біз полкыңызбен мына сыртпен картаны орағыта сұқ қолымен көрсетіп, айналып барып, ертең азаннан қалдырмай аласыз деп орнынан тұрып, біз сізге бұйрық осылай, жолдас капитан, деді.